Ашаршылық жылдары тақырыбында қойылатын қабыл алыңыздар. Жетекшісі Бекенова Гүлза. Барлық жерде іздеп келе жатырмын. Қайырғалидан әлі хабар жоқ. О Алла, аман болса екен. Барлық жерде іздеп келе жатыр. Еш жерден көрінбейді, апа. О Алла, не заман болып кетті мынау. Ізбасар екеуміздің қабымызда 2-3 қоян бар еді. 2 солдатты көріп қаштық. Олар да бізді байқап қалып, аттарымен қуды. Қалың тойға қарай қаштық. Үсті басымыздың бәрі жыртылды. Қабымыздың қайда қалғанын білмеймін. Ештеңе әкеле алмадым. Қарлығашым қалай? Қатты ауырып жатыр еді ғой. Жақсы барлығы. Cause
Әке, ана, ар жақтан солдаттар келе жатыр. Не керек, қашқындарды іздеп, не істейміз? Не дейді? Жиналайық, жігіттерді жинаңдар. Мен бармаймын. Мен осы жерде қаламын. Мен көріп шығарып көріп. Осы жерде жалының жерленген жерінде қаламын. Тезірек кетіңдер. Жоқ анашым, онда мен де ешқайда бармаймын. Сіз маған бұл өмір керек емес. Сіз болмасаңыз, мен кіммін? Жоқ балам, сен әкеңнің аманатсыз. Сен және сен ұрпақтарын тірі қалу керек. Қазақ деген ұлт жойылмау керек. Батамды бердім. Тездетіп кетіңдер. Апа, бізбен бірге жүріңіз. Тездетіп кет. Бұл жерде қалу сізге өте қауіпті. Ертең ұрпағымыз қалай күн көрмес. Құдайым-ау, басымызға қандай күн жазды, Құдайым-ау. Ұрпағымыз жойылып кетеді осыдан. Бәрі жақсы болады. Әже, жыламасын, тұр болды. Көзімді сүрте берді.